Саламатсыз апай, сізді көргеніңізге қуаныштымыз. Бізде қазір психологиялық апталық болып жатыр, білесіз. Соған байланысты сізге кішігірім сұрақ қойсақ, сіз қазір мектеп басшысысыз. Есе осы Жусалы кентінің әкімі болсаңыз, не өзгертер едіңіз? Енді бір әкімнің қолынан барлық нәрсе келеді деп ойламаймын. Сондықтан бірінші әкімнің, Жусалы кенттің әкімінің қолында не бар? Бірінші халыққа тұрмысына қолайлы жағдай жасау, мысалы кенттің тазалығы, жарығы, сосын көшеде ағып тұратын аяқ суы деген сияқты мәселелер бар ғой. Енді осының ішінде қарапайым халық, Жусалы кенттің тұрғындарының қолынан келетін нәрсе, не нәрсе? Ол қоршаған ортаны таза сақтау, таза ұстау, көркейту, көгалдандыру жұмысын жүргізу, мейлінше қоқыс тастамау, осыған байланысты насихат жұмысын бірінші күшейтуді қолға алар едім. Өйткені насихаттың, ұлағатты әңгіменің, сөздің жаңағы жасайтын жұмысын ешкім жасай алмайды. Сондықтан бірінші насихат жұмысы дұрыс жүру керек. Әрине, тікелей басқа мекемелерді білмеймін, бірақ мынау мектептер білім саласында, сол білім саласымен байланысты көбірек нығайтар едім. Сосын тағы не бар? Енді әрі қарай қаржылық мәселе, басқа мәселелер дегенді үкіметтің бюджетінен шеше береді. Ең бірінші жылы жүзбен, жарқын жүзбен, жылы жүрекпен адамдарды қабылдап, мұң-мұқтажын тыңдар едім. Қолымнан келсе, сол кісілердің барлығына көмектесер едім. Бүгінгі мен сізге психолог апталығы бойынша сізге сұрақ қойғым келіп тұр еді. Өзіңіздің мамандығыңызды неліктен таңдадыңыз? Дизайн мамандығын қандай балаларға болашағын жарқын етуге ма? Соны жауап берсеңіз. Рахмет сұрақ қойып жатқандарыңа. Менің мамандығым, негізгі мамандығым киім дизайнері, одан кейінгі мамандығым психология. Енді өзімнің жаныма жақыны осы бірінші мамандық қой, шығармашылықпен айналысу өзіме қатты ұнайды. Шығармашылықта шек жоқ екеніне менің өзім көзім жетті. Қазір енді өзім осы қолымнан келетін нәрсені балаларға үйретіп жатырмын да. Өйткені ол шығармашылықпен айналысқан адам, ол әдемі дүние жасайды. Оның жан дүниесі сұлуланады, рухани байиды ол шығармашылықпен айналысқан адам. Сосын ең бірінші ұтатыны шығармашылықпен айналысқан бала уақытын тиімді пайдаланады. Бос уақытында ол өзінің әлемімен, өзінің шығармашылығымен отырған баланың ойы да тыныш болады. Ол жаман нәрселер көруге уақыты болмайды. Әдемі дүниелер жасаған сайын оның жаны әдемілікке құмар болады. Көп рахмет.